Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен номбости деп аталатын өзбек тағамын жасау рецептімен бөлісемін. Картопты жолақшалап тураймыз. Пиязды жартыса қиналап тураймыз. Пияз үлкен болғандықтан 4 бөлікке бөліп турадым. Қызанақты кішкене текшелерге бөліп тураймыз. Етті де текшелеп тураймыз. Бұрышты да текшелеп тураймыз. Жарты литр майды қыздырып, картопты қызарғанша қуырып аламыз. Үстіне жарты шай қасық тұз бен қара бұрыш сеуіп араластырамыз. Майдың жартысын алып тастаймыз да, етті шамамен 10 минуттай қуырамыз. Екі шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық кориандр, және 1 шай қасық зира қосып араластырамыз. Үстіне пиязды салып 3 минуттай қуырамыз. Үстіне 1 ас қасық қызанақ пастасын және қызанақты салып, жақсылап араластырып 3 минут қуырамыз. Шағын нанды дәл осылай 8 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Екі 200 мл су құйып 15 минут бұқтырамыз. Үстіне бұрышты салып араластырып, нанымызды дәл осылай ретпен салып шығамыз да
тағы да 5 минут бұқтырамыз. Асымыз дайын, өз қалауыңызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.